Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бүгінгі кезекті рецепт тәтті пирогтың бір түрі японский чизкейк. Бұл тәтті барлығына ұнайды деп ойлаймын. Өйткені дәмі ерекше, жұмсақ, үлпілдек. Видео сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ендеше бірге жасап көрейік. Алдымен 4 жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөлек 2 ыдысқа ажыратып аламыз. Екеуін ажырату кезінде араласып кетпеу қажет. Үшінші ыдысымызға сүт құямыз. Мөлшерін төменгі бөлімге жазып қалдырамын. Сүттің температурасы маңызды емес. Үстіне сармай саламыз. Сармайдың майлылығы жоғары болғаны жақсы. Мен мұнда 82,5% майлылықты қолдандым. Келесі кезекте үстіне творожный сырды саламыз. Дайын болғаннан кейін отқа қоямыз астын. Қатты емес, өте төмен отта жай осылай үздіксіз араластырып тұру қажет. Біркелкі масса болғанша. Осылай сұйық бір тегіс болу керек. Бөлек ыдысқа 50 грамм ұн салып, үстіне 1 шай қасық разрыхлительный тестаны саламыз. Оның үстіне кукурузный крахмалды салып, үшеуін араластырып аламыз. Оттан шыққан кастрөлдегі ыдысымыздағы массаға осы ұнды саласыздар. Ұнды бөліп-бөліп, 3-4 бөлікке бөліп салыңыздар. Өйткені арасында түйір болып қалмас үшін. Әр бөлікті салған сайын жақсылап қозғап, біркелкі ету қажет. Оның үстіне 4 жұмыртқаның сары уызын саламыз. Осындай сап-сары сұйықтық пайда болады. Енді бөлек ыдыстағы жұмыртқаның ақ уызын миксермен 1-2 минут шамасында араластырып, көпіріп бастаған кезде қантты 3 бөлікке бөліп, әр бөлікті салған сайын жақсылап араластырып отырасыздар. Миксердің жылдамдығын төменнен бастап ақырындап көбейтіп отырамыз. Осылай көпіріп массасы үлкейгеннен кейін 1 шай қасық лимонның согын қосыңыздар. Сол кезде меренгамыз өзінің формасын ұстап тұрады. Одан кейін тағы да 1-2 минут шамасында миксерлейсіздер орташа жылдамдықта. Міне осындай формада дайын болады. Лопаткамен көтерген кезде ол ағып кетпей, осылай өз-өзін ұстап тұру қажет. Енді дайын болған меренганың үстіне жұмыртқалы массаны құясыздар. Аз-аздан 2-3 қасықтан құйып отырып, астынан жоғары қарай айналдырып араластырасыздар. Миксермен араластыруға болмайды, тек осындай лопатканың немесе қасықтың көмегімен. Жақсылап біркелкі болғанша араластырыңыздар. Осылай арасында түйірлер қалмау қажет. Осындай сұйық бір тегіс болып шықты. Енді формамызды дайындап алайық. Мен мұнда диаметрі 17 сантиметрлеп алдым. Осылай астын фольгамен қаптап, оның ішіне пергаментті қоясыздар. Форманың астын фольгамен 2-3 қайтара қаптаған дұрыс, өйткені семдірек болу үшін. Қазір біз бұны водяной ванняда пісіреміз. Дөңгелек формамыздың астына табаны немесе үйде қандай ыдыс бар, соны қойсаңыздар болады, пешке жарамды. Дайын болған массаны құямыз үстіне. Енді 1-2 сантиметр батып тұратындай жылы су құясыздар. Пешті алдымен 130 градуста қыздырып алып, ал табаны салғаннан кейін 150 градусқа көтересіздер. Ровно 1 сағат тұру қажет. Ол аралықта пештің бетін ашуға болмайды. 1 сағат өткеннен кейін пешті өшіріп, пирогты ішінде қалдырамыз. Жарты сағаттан кейін шығарамыз. Егер сразу шығарсаңыздар, пирог басылып қалады. Осылай арасын піскенін тексеруге болады. Бетіне әсемдігі үшін сахарный пудраны септім. Дәл мен айтқандай этаптармен жасасаңыздар,
пирогтарыңыз осылай биік үлпілдеп тұрады. Бетіне кез келген шоколадты ерітіп құйып, үстіне фисташки дәндерін септім. Дәмі ерекше, жұмсақ, үлпілдеп тұрады. Міндетті түрде жасап көріп, пікірлеріңізден бөлісіңіздер. Каналым пайдалы болса, тіркеліп қойды